Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Міне Қапшағайдан Қонаевтан Амалият ағаның аспаптарының барлығын тиедік. Бұйырса Қапшағайдан шығайық деп жатырмыз. Арман мақсаттарымызға мына қазақ ұлтымыздың, нәсіліміздің алдыға қойған мақсатына жетуіне бірлік шығып қойып, содан кейін болып қалмай белсенділігімізді белсенді түрде жалғастырайық. Sizlerden laflar. Ularga o'zimizdan olsa ata jo'qdan kiyimi bo'lgan atamizda. Bölüngende bürek ettim o zaman bir olayı asasattım arasa. Bölüngende bürek ettim o zaman bir olayı asasattım arasa. Bir olaya bakın. Osman'dan bereketi dayımız. Ne kadar şimdi uzasın, adam şimdi, korkak şimdi. El koran ulanlara karşı sizlerge de aytarım var arası. Yerim ışın ayağımda berimizde bir kazaktın balası. Yerim ayağımda berimizde bir kazaktın balası. Köktü gözüm kevrenim şahtana, yüreğimden jarıp çıktı vastana. Evinsizlik мәңгілікке жасаған халық. Лагерден шыққан тіпті осы Қазақстанда лагерден шыққан адамдар көп екен. Соның ішінде 50 адам біздің сол Наурыздың 10 күні 50 адам біздің офисқа келіп қатар отырып бәрі сөйлемекші екен. Мына ол кезде жаңағы Қытайда геноцид болған жоқ, ол өтірік деп атты ғой. Міне біз куәміз деп қатар отырып айтпақшы екен сол күні. Соған жеткізбей бір күн бұрын ұстап отыр ғой. Енді айтайын деген. Солардың бірнешеуі маған келіп кездесті. Былтыр келді. Одан кейін олар жүрек шайрап қапты. Сонда айтады, біз өзіміз білетін, тікелей білетін, жанамалай білетін адамды қойсақ, Қазақстанда лагерден шыққан 10 мыңға жақын адам бар. Қазақстанда. Иә, міне Дина да мына жерде отыр ғой. Мен ананы естіген, мен өзім былай болдым ғой көзім. Мен осыластырып 1000 адам бар шығар деп ойлайтынмын. Жоқ. Қазақстанның лагерде ол Синжанда ол жаңағы Шығыс Түркістан топтың көп қой. Қазақстанда Тараздың өзінің бір көшмесінде 3000 адам отыр. Сонда сіз шатастырғандарын мал болып ме? Ау? Неге біреу? Төрттен ба? Еліміздің мен деген нағыз қазақтың патриот жігіттері міне Ата жұрт партиясынан. Олардың бастары қосылып отырғанның өзі қандай керемет. Нұрлан деген ағамыз
dost kişi mine Nurlan degen adam. Sizler ara qarayсыңдар ғой, иә? Yok ben beri karam. Ыңғайына қарап өтіп, төрттен төрттен ыңғайланып отыра бересіңдер. Жаңағы біздің Жамбылдан келген жігіттер, ата жұрт бариясының Жамбылдан жігіттері. Беу десең қиқуыңа еріп тұрмын. Сіздер бір Алтайдан болсаңыздар, мен шығыста төр Алтайдан келіп тұрмын. 10 жасымнан қолыма домбыра алып, серілікті өзімше серік қылдым. Негізі домбырамды ап шыққан ем. Жалғыз жүріп мен қашан желік қудым. Флай арыстан өткізбей ап қойды ғой. Оны мен бір сұмырайға теліп тұрмын. Әмәлият ағамның ап келерін білген едім. Сол үшін айылымды берік қылдым. Келгенде Нұрлан ағамның шаңырағына мұндай жақсы күндер күнде табылады ма? Ата жұрттың туына біріккендер айналса екен қазақтың қабыланына. Сіздер үлгі өнеге боласыздар қазақтың бозбала жас саңлағына. Аналардың да ақбатасы аман болса, әлі талай батырлар табылады да. Шабыт келсе, ақын сөзін сырлатып ет, тыңдайтын құлақтарға тыңдатып ет. Шонжыны да көрсеткен бүгін бізге, Нұрлан аға ықыласыңызға мың рахмет. Ата жұртпен бірге әлі асқақтаймыз. Қытайлардан несіне қашқақтаймыз. Бұл жердің де тарихы зор емес пе? Алған істен ешқашан бас тартпаймыз. Ұйғыр ауданы деп тұрған үлкен жазуды да бұйырса бүгін ертең ап тастаймыз. Іздесем тарихымды тереңнен мен, үлгісін тектіліктің сенен көргем. Самайым қысы жазы аққар шалған, Алтайым қазыналы кемеңгермен. Өзіңнен бастап алған өзендердей жырған бұлақ ағыссын өлең кеудем. Алтайда туғандығым қандай бақыт, төсіңде өсіп жетіп кемелденгем. Алтай ғой адамзатқа алтын бесік, бұл шындық дәлелденген шегенделген. Өзіңсің тәңірінің құт мекені, жер бетіне тіршілік сенен келген. Біздің кіндік Алтайға шын байланған, жырақтасақ күн кешті келеңдеумен. Аянның айтқандары рас болса, бір қиқу болмайды ма көрерменнен айқаяға. Ақынның жүрегінен жырлатқан, келбетің сұлу қыздай күлім қаққан. Жердегі жұмақ мекен Алтайым ғой, әлемге күнің мақтан, түнің мақтан. Бірақ төрт мемлекетке қақ бөлінді, соны ойласам жүректе мұңым батқан. Красавчик! Шыңжаң, Катон, Қобдан бар ғой. Осын ойласам жүрегім діріл қаққан. Санамның түкпірінде бір арман бар, сол арман ақталсам деп шырыл қаққан. Дәл осы ата жұрттың арқасында, төрт Алтай Қазақстанның картасына сыйып тұрар ат секен түбін дақтан айқаяқ. Біздің ауыл ойылдың екең жайы
орман киімнің бір шетінде беу ағалар. Ей! Мұнда айтпаған өлеңді қай айтамыз Ей! Қуаныштың бас қосқан құрметінде беу ағалар. Ағайын жол болсын, дастарханың мол болсын, денсаулығың зор болып, біздің тілдеу сол болсын. Ерлік деген шөбектен, тікенек ай көбектен, бірге тумақ болғанмен бірге жүрмек жоқ екен. Красавчик! Қарағайдың қабығы айрылмастай болыс екен, бір анадан туғандар айрылмастай болыс екен. Ай, ағайын жол болсын, дастарханың мол болсын, денсаулығың зор болып, біздің тілдеу сол болсын. Ей! Мен айтайын өлеңнің қайырмасын оу, бұдан басқа ән білсем бұйырмасын. Ән білмеймін дегенім әзіл сөзім оу, Құдай бізді ағайыннан айырмасын. Ал ағайын жол болсын, дастарханың мол болсын, денсаулығың зор болып, біздің тілеу сол болсын. Ай, ерлік деген шөбектен, тікенек ай көбектен, бірге тумақ болғанмен бірге жүрмек жоқ екен. Ай, ағайдың қабығы қайрылмастай болыс екен, бір анадан туғандар айрылмастай болыс екен. Ай, ағайын жол болсын, дастарханың мол болсын, денсаулығың зор болып, біздің тілдеу сол болсын. Қайырлы күн барша. Әрқашан қасымдан табылып бір қалғанына жақын тұтқан ата жұртқа рахмет. Бірінші Алланың арқасында, екінші өздеріңіздің қолдауларыңызда арқасында өстіп жүріп жатырмыз. Басымызды қосып отырған Нұрбалаға, дастарханыңызға береке берсін. Көп рахмет. Ұрпақтарымыздың қызығын көріңіздер. Бәріміз аман сау болайық. Осы басымызға қиыншылық түскен кезде екі туып бір қалғанымызда бізден алыс болып тұр. Қазір барлығы Қытайға барамыз. Бір аяғымыз Қытайда, бір аяғымыз Қазақта болса да деп. Әрқашан қиыншылықта осы ата жұрттың азаматтары, аға жеңгелеріміз, әпеке сіңілдеріміз, інілеріміз әрқашан қасымыздан табылып жатыр. Бәріктеріміз рахмет. Мәңгі ата жұрт жасасын. Алла қолдасын. Бәріктеріміз рахмет. Мұхағали мақтай үш бақтым, ең бірінші бақтым халқым менің, соған беремін ойымның алтын кенін. Оба болса мен бармын, құл болмаймын, қымбат алтыннан нақым менің. Ал екінші бақтым тілім менің, тас сүйікті тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден төгілсем де қасиетті тіліммен төгілмедім. Бақтым да үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан деген. От сөнген жауғанда жанбасын ба, ойланбай-ақ келдағы отау менен Алмасбек Орхан. Қолды деген сөз осы ұрпақтарымыздан болашақта үлкен мына Аян ағасы секілді қазақтың тума таланты туады дегенімізді біз сенеміз. Ал біз қалай батыр болдық? Соны бір айтып өтейік. Неғып батыр болып отырмыз? Жаңа жұмыртқа лақтырғандарды айтып, батыр болды деп. Ана қонсыз әдерге жатқандарды айтып. Содан батыр екен ойлап көрсін. Далаға Еш болсын ата жұрттың жігіттері, қыздарды бізді. Жоғарыда төрде тұрған көп істерге сіздерге рахмет. Келген қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Және де біздің ізімізді басып келген жастар көп болсын, ата жұрттың жастары молая берсін. 20 жастан жоғары болса тіпті жақсы ғой. Ата жұрт еліміздің осы ендігі құрылатын тәуелсіз демократиялық мемлекеттің
ірге тасы, Атажұрт жасасын, Атажұрт халықтың партиясы, қара халықтың. Және Еркінбек аға айтып жатыр ғой, енді неге шықтыңдар деп. Біз сол өзіміздің туған жерімізді қиып, ел жұртымызды қиып, Қазақстанға келдік қой, иә? Мен келгеніме де 20 қанша жыл болды, 20 жылдан асты. Осы жақта оқыдым, осы жақта үйлендім, үйлі баранды болдым. Сол Қытайдан қашып келгенбіз негізі. Менің әкем марқұм кісі иманды болсын. Ол сол кезде біз бір ауданда мүлдем танымайды. Танытқан не? Бірлік. Атажұрт деген үлкен бір ұғым, Атажұрт деген үлкен әлемдік деңгейдегі бренд болды. Осының аясында бір-бірімен танысты, Әлімнұр Тұрғанбайды қорғады. Бұл кісілердің басына қауіп төнбеді ма? Төнеді. Дәл қазір Оңымды шақсам Алтайға, іштегі жерім тарқайма, жырақта қалды жазира, марқайма көңілім, марқайма. Көштегі ғұмыр басқан күн, ат ойна салды оспан боп, айласынан сүмелден, оспанда бірақ асқан жоқ. Қайранда жасыл желегім, кер жақта болмай керегім, борыштай салды қаламмен, найзамен сызған желедім, найзамен сызған желедім. Беуде. Жұртымды сол бір сағынба, нұрланып ақты таңқан, сыртында қалған сызбанан, шығыс Түркістанымай. Көңілім жердім мұң тоңған, бұғау деп болдым бұлқынған, қасірет емейне менен, көз жазып қалсаң құрбыңнан. Алаңда алаң алағым, тағдырға талай таландан, хайырлар қайта оралған, басы жатқан бабамнан, басы жатқан бабамнан. Қайранда жасыл желегім, кер жақта болмай керегім, борыштай салды қаламмен, найзамен сызған желедім, найзамен сызған желедім. Әлімнұр Тұрғанбайұлын босасын Қытай. Жазықсыз азаматты. 中国共产党立即释放被无故关押的哈萨克斯坦公民阿里木努尔图尔干拜，停止对哈萨克族和维吾尔族人民的压制和不公行为，狗日的共产党下台，习近平下台。 Қытай құрып берсін.
Мына Қазақстанға Қытайларды қаптатып қойды, құрып кетсін Қытай. былай қарай жақындата беріңіз. Biz Қытайға қарсымыз. Қытайлар біздің даламызға келмесін. Енді болды. Алып кет 30 қанша адамды Чонжының полициясы.